Жанған үміт. Автор Айдана Ыбырай. Бүгін тағы да аурухананың терезесіне телмірген Айдын артынан іздеп келеді-ау деп күйеуін күте-күте тағаты таусылды. Махаббаттан бас айналып, опасыз күйеуінің батпандай мінін көре тұра көзін шел басты. Әке-шешесінің қарсылығына қарамай, өз үйінен су шыққандай қашып кетті емес пе? Содан бері міне бақандай 4 жыл. Төркінімен тіпті телефонмен болсын хабарласқан емес. Шешесі әкесінен тығылып, қызымен оңаша сөйлесуге талпынып еді, әкесі біліп қойып, арты жақсы болмаған. Содан бері тыныштық үшін қызы мен анасы байланысты үзеді. Мұраттың сөзі ылдым-жылдым, тілімен қыздарды баурап, жақсы көрінетін қасиеті болғанымен, шынтуайтында нағыз суайт, 200-ді еркек еді. Екеуі аудандағы тігін цехында танысқан. Айдын тігінші, ал Мұрат бастықтың шопыры болып, жұмысшы көлігімен ары-бері тігіншілерді тасып жүріп танысқан. Қыздарды көрсе делебесі қозып, қырғиша тиісіп, тыныштық бермейтін қасиеті бар. Оған қоса реңі де келіскен жігіт қой. Бірақ артынан ылғи жаман сөз еріп, алаяқ, өтірікші, суайт жүретін. Оны да бекер айтпаса керек. Талай жанның обалына қалып, жексұрын атанып жүрген ол Айдынға дейін 2 әйел жіберген. Бірақ олардан балалары жоқ. Талай рет Айдынға ол жігіттен аулақ жүр деп айтса да, тыңдамай, енді міне 24 жыл бірге тұрған бауырларына да, әке-шешесіне де керек емес. Ал күйеуінің туыстары да бұл екеуінен жерінгелі қашан. Мұраттың әпкелеріне барып, өтірікті суша сапырып, соқыр тиынына дейін суырып алып, құмар ойынға жұмсайтынынан шаршаған. Одан қалса ащы суды сіміріп, көзі қарауытып, ешкімді көзге ілмей қойша сабайтыны тағы бар. Іштен тынып, тағдырдың басқа салғанына көнбестен басқа амалы жоқ әйел бірнеше рет өзін өлімге қимақ болғанда көршілері құтқарып қалған. Бүгінде тағы да есерсоқ күйеуінің кесірінен ауруханада. 4 жыл дегенде көтерген құрсағын угроза деп қатаң қадағалауда жатыр. Әдеттегідей ұрыс жанжалдан соң кешірім сұрап келетін Мұратты күткеніне 7 күн. Жынды болса да, Тәңірдің қосқан жары ғой деумен, әлі де болса арқа сүйіп келеді. Алладан жалынып сұраған перзенті күйеуінің өмірін жақсы жаққа өзгертер деген үміті бар Айдын, құрсағындағы 8 айлық шаранасының аман-есен өмірге келуін күтіп еді. Әттең, бір адамның ойлағандай болса ғой шіркін-ай. Айдын ойлаушы еді. Егерде мен жолдасымның ұрпағын жалғастырып, шекесі торсықтай ұл тауып берсем, өмірге деген көзқарасы өзгеріп, бәрі жақсы болар. Сонда өткен өмірі ұмтылып, алдымызда жарқын болашақ күтеді. Сәби біздің өмірімізді түбегейлі өзгертіп, ата-анаммен де қауышатын күн туар. Бұрынғыдай бауырларыммен шеркелесіп, емен жарқын отырып шай ішеміз. Анаммен қыз күнімдегідей сырласып, соңғы жылдары жиналған шерімді шығарып, тізесіне басымды қойып, егіліп жылап алар едім деген арманда жүретін үнемі. Апхот деген медбикенің даусына елең еткен Айдын, бүгін ауруханадан шығармаса екен деп іштей тілеп тұр. Себебі босануына әні-міні дегенше 1-2 апта қалып тұр. Үйіне барғанымен бәрібір жайы болмай, күйеуінен қамқорлық көрмейтінін жақсы біледі. Ал ауруханада дәрігерлер бар. Кез келген сәтте басталатын толғаққа уайымдамай, сәбиді аман-сау өмірге әкеліп алуды ойлады. Дәрігер: Амирова, сізде және балаңызда бәрі жақсы, бірақ тек уход керек. Ең бастысы балаңызды аман-есен өмірге әкелуді ойлаңыз деп айтудан шаршамайды. Айдын өте ақкөңіл қыз еді. Тағдыр оны қатал сынға алып, қазір томаға тұйық, ішіндегі қайнаған күйікті ешкіммен бөліспей еңсесі ентіккен. Қош, сонымен не керек, аурухана оны ұзақ ұстай алмайды. Емін алып үйіне қайтты. Қыс ауасы, үй суық, от жағылмағанына біраз болған. Жолдасы қалың көрпені бүрсеңдеп жамылып, түкпір бөлмеде жатыр. Үстелдің үсті шашылып, жуылмаған ыдыстар үйіліп қалған. Босаған бөтелкелер, қолқан алған сасық иістен жүрегі айныды. Дереу үй жинауға кірісіп, қалың киімдерін қабаттап киіп алды. От жағып, ыдыстарды жуып болған соң күйеуіне қарай беттеді.
Келгеніне 1 сағат астам уақыт болса да, қимылсыз, бүркеніп жатқан күйеуіне үңіліп қарамапты. Әдеттегідей ұйқысынан оятса, бәлеге қалып қоярмын деген ойы ғой. Мұрат, әй Мұрат, тұр. Көзіңді ашса, мен келдім, деп көрпені тартып қалып еді. Сұлқ кеткен күйеуінің реңі бозарып демі естілмеді. Мама, құтқарыңдар. Мұрат деп үйден атып шығып, көршілеріне жүгірді. Қас қағым сәтте үй іші абыр-сабыр, айқай-шу. Жедел жәрдем, дәрігерлер, полиция қызметкерлері. Күйеуінің жансызданғанына көп болмапты. Абыр-сабырда не болғанын түсінбей шапқылап жүгіре берген Айдынның жағдайы күрт нашарлап, мезгілінен ерте толғақ қысады. Айдын күйеуін ақтық сапарға шығарып салуға мүмкіндігі болмай, өзі де өлім мен өмірдің арасында қалды. Мұрат өмірден өтті. Дүниеге сол күні ұрпағы кішкентай періште туылды. Кеудесіне сәбиді құшып жатып, көзінен жасы ытқып шығып жатқан Айдынның күйігі кетіп, қуанышы келгендей күйде. 2 сағат кушеткада баласының иісін иіскеп, тәтті саусақтарын сүйіп жатып, терең ойларға батты. Не істеймін? Ендігі өмірім не болмақ? Жалғыз өзі мына баланы қалай жетілдірем, қалай жеткізем, деп ойланды. Солақ екен, баласына дем жетпей тыпырши бастады. Даусы әлсін, әзер шығып, «Медбике!» деп сасқанынан жаңа босанғанына қарамастан орнынан тұрып, есікке қарай беттеді. Жүгіріп жеткен медбикелер дәрігерлерді шақырып, нәрестені дереу жансақтау бөліміне, өзін бөлек палатаға жатқызады. Баласының туылатынын біледі ғой, бірақ бірде-бір жаялығын дайындамаған ол, сасқанына медбикелерге не дерін білмей сандырақтап жүр. Дәрігердің: «Так, мамаша, балаңның диагнозы әлі белгісіз, әзірге тек емізуге ғана қолыңа береміз. Біздің қатаң бақылауымызда». Айдын: «Шыныңызды айтыңызшы, ұлымның жағдайы жақсара ма?» Дөп басып ештеңе айта алмаймын. Қолдан келгенін жасаймыз, деді де, дәрігер келіншекті уайымға салып қойды. Арада 2 апта уақыт өтеді. Жаңа босанған келіншектің қалжа жеп, терлеуі былай тұрсын, ешкімде артынан іздеп келмеді ғой жарықтықтың. Вакуумдағы періштесіне бір қарап, қайтқан күйеуіне деген өкпесі тамағына тығылып, теріс айналған әке-шешесіне ренжиді. Тым болмаса, бауырларымда бір хабарымды білмегені несі деп, тұңғиыққа батып, жындануға шақ қалды. Амирова, саған передача деген санитаркаға жалт қарап, қолындағы үлкен пакетін алуға жасқанып, точно маған ба дегендей түсінбей қалды. Ішін ашса, бір табақта ыстық сорпа, мойын омыртқаның піскен еті. Қуанып, сорпаны тамағымен көтеріп, сораптап ішіп жатыр. Етті асап-асап жеді де, ішіне ел барған соң ғана мұны кім әкелді екен деп ойланып, үлкен пакетті ақтара бастады. Ішінде балаға киім-кешек, өзіне гигиеналық заттар, таза іш киім, әдемі халат. Қуанып жылап жіберді. Көңілі бір жасап қалған Айдынның езуіне күлкі үйірілді. «Я Аллам, әйтеуір бір пендеңе керек екен мынау», деді қайта-қайта. «Мамаша, балаңызды еміз» деген медбикенің соңынан ілесіп, «Сізден бір нәрсе сұрауға бола ма? Менің балам тәуір болып кете ме? Қашан қолыма береді? Білесіз бе? Әдетте мұндай балалар өмір сүріп кете ме? Шыныңызды айтыңызшы», деп жансақтау бөліміне жеткенше медбикені мазалаған Айдынды дәрігер күтіп тұрған. Дәрігер: «Сәлеметсің бе Айдын? Бүгін реңің кіріп, бетіңе қан жүгіріпті. Еш жерің ауырып тұрған жоқ па?» «Рахмет, маған айтыңызшы, балам өмір сүре ме?» деген Айдынның ойы сан-саққа кетті. «Бәрі өзіңе байланысты қарағым. Егер сен жігерлі болып, жақсылыққа сенсең, бәрін жеңесің. Айтпақшы, баланың атын кім қойдыңдар?» деп дәрігер сұрағанда ғана балаға есім беруді ұмытқан Айдын бірден Батыр болсын деді. Батырды емізіп, еміреніп тұрғанда дәрігердің басын шайқап, медбикеге адам болып кету екі талай, дайындала берсін дегендей ишарасын сырттарынан байқаған Айдынның көздері жасқа толып, баласына өмір сүруге тиіссің деп қайталай берді. Ауруханада 2 айдай алысып, баласының өмірі деумен өзін ұмытып, жүнжіп кетті. Алланың құдіреті шексіз. Шала туылған Шалабай Батыр балақай үйіне шықты. Үйінде бұларды құшақ жайып, қарсы алатын біреу болсашы. Қайтадан суық үйге баласын құшақтап,
соқа басым сопияр ма екен деген үрей. Бірақ Айдын осы тұста қателескен екен. Марқұм інісінің жалғыз тұяғы ғой деп, қайын әпкелері айналасын жинап теріп, үйді әктеп, жылуын жағып қойыпты. Соңғы рет бұл үйде күйеуінің жансыз денесін көрген ол, 40-нан соң енді үйіне оралып отыр. Үйдің іші тап-таза, ас үйден еттің иісі бұрқырап, алдынан өмірі күлгенін көрмеген қайын әпкесі шығып, оларды қарсы алды. Неге күлмейтін? Себебі Айгүл Айдынды жек көретін. Інісі Мұрат алдыңғы екі келіншегімен ажырасуына осы әпкесін кінәлайтын. Басқа да бауырлары Айгүлді жазғырып, жастардың ортасына түспей, бөлек кет деген сөзді құлаққа аспай, келіндерін түртпектеп, араға іріткі салып, соңында кетіріп тіндемес пе? Өзінің өмірін ойрандағанмен қоймай, інісінің тағдырымен ойнап, көрмегенді көрсеткен. Әке-шешесінен қалған үйді бұлдап, Мұраттан қызғанып, қайта-қайта шаңырағын шайқалтып кететін. Інісін жек көретін ол, келініне неліктен жылы қабақ таныта қалды деп ойлайсыз? Әрине, түсіндіңіз. Айдынның белі бітпей, баласымен алысып, күндіз-түні ұйқы көрмейді. Бала әлжуаз, күтімді талап етті. Мұраттың басқа бауырлары келіп, аздап қарайласқанымен, үйдің шаруасы өз мойнында. Жиі келгіштеп кеткен Айгүл қайнапкесі де жүйкеге тиюді бастады. Бірде ол, Айдын, сен әлі жассың, басқа күйеу тауып алсаңшы, жастығыңды қорғылмай деді. Ол не дегеніңіз әпше? Сіздің бауырыңыздың топырағы құрғамай жатып, бұлай дегеніңіз не? Күлгірсіме ақ қой, сенің ойың белгілі. Мұна үйді өз атыңа аударып, сатып кетпексің ғой, ә? Сізді түсінбедім әпше. Мен сіз ойлағандай қара шаңырағымызға кесірімді тигізбеймін ешқашан. Қазір мен үшін мына баладан асқан уайым жоқ. Адам болып, шауып кетсе басқа арманым жоқ. Қоя сал. Одан да балаңа қатталаңдап жатсаң, маған бере сал. Осы бір перзент үшін ажырасып, көше кезіп жүрген жоқ па? Ал сен басқа біреуге тиіп ал. Мына ауру баланы қайтесің? Ары кетсе әкесі сияқты маскүнем болып өсер. Егер өссе. Сіз не деп тұрсыз? Доғарыңыз, шығыңыз мына үйден, кетіңіз деп, ашуланып айқайға салған тұста басқа бауырлары үйге кіріп келді. Барлығы Айдынға жабылып, әңгіменің ақ-қарасын ажыратпай, үйден өзін қуып шықты. Кеш қарауытып қалған. Ауру баламен күн суықта қайда барарын білмей, көршілерінің үйін паналауға мәжбүр болды. Барар жер, басар тауы жоқ Айдынның көршілерінің үйіне қашанғы сыйсын. 2 күннен кейін оларда қырын қабақ танытып, ол үйден де кетуге мәжбүр. Не де болса соңғы рет үйіне барып, өзіне тиесілі заттары мен киім-кешегін алып кетейін деді. Бұның келгенін жақтыртпаған қайнапкелері бірдестен тағы да дүрсе қоя берді. Дереу табаныңды жалтырат десе, енді бірі баланы тастап кет, күлге аунап тумадың деп жан-жақтан жабылғанда, есі кіресілі шығасылы ол амалсыздан бауырының үйіне барайын, ағайын болса да тетелесіп тайғұлындай тепскен әпкем ғой деп Айманды іздеп барды. Есігін қаққан, Айдынды алғашында абдырап, танымай қалған Айманның әкелері ағайынды бауырлар еді. Екеуі үнемі шекісіп, екі абысының ортасы осы балалардың кесірінен дұрыс болмайтын. Дереу баласымен жаурап қалған Айдынды үйіне кіргізіп, ыстық шай беріп, қазан көтеріп жүгіріп жүр. Үйі тап-таза. Кішкентай екі құлыншағы бірі еңбектеп, бірі ойыншықпен ойнап отырды. Тұрмыстары керемет болмаса да, өздеріне тоқ екені байқалды. Айдын тұрмысқа шыққан 4 жылда, Айман да артынша тұрмыс көріп, екі баланың анасы атаныпты. Жалғыз енесі бар. Ол кісі әлі зейнетке шықпаған, өте қызымырлау кісі еді. Жалғыз өзі мақсатты Айманның жарын ешкімнен кем қылмай асырап жеткізген. Ұлына тәрбиені аямай сіңіріп, өмір бойына балам үшін деп келген ананың бетінде жүйкесіз сыр бермеген. Анша-мұншаны жақтыра бермейді, әсіресе у-шуды. Енесінің сырын беске білетін Айман басына іс түсіп келген сіңілсін қалай үйіне сыйғызарын ойлап басы қатты. Бір ойы туған әке-шешесіне айтып көрмек болды Айдынның жағдайын. Бірақ, қайдам. Соңғы төркіндеп барғанында тұрмыстары күрт нашарлап, жұмыстан қысқарып, ішерге ас таппай отырғандарын өз көзімен көріп қайтқан. Енді қалайда Айдынның баласы өскенше үйінде қарайласып, көмек беруге енесі мен күйеуін көндіруі керек болды.
Айдын ағайын өзімен тетелес әпкесінің үйін паналап тұрып жатты. Айманның күйеуі вақталық жұмыста айлап істейтін. Ал енесі күні бойына жұмыста, кешкісін ғана үйінде. Екеуі күн ұзақ балалық шақтарын еске түсіріп, қызықтарын айтып күліп алса, бірде егіліп жылап алады. Бірақ екеуінің бұлай етене жақын сырласып, шеркелесуі енесіне ұнамайтын. Айманды баласы сүйіп тұрса да жақтыртпай, сауатсыз дөрекі деп үнемі жақтыртпай отыратын. Ойынша енді екі апалы сіңілі қосылып алып, өзін жамандап жатыр деп ойлап жүреді. Соңғы кездері Айман жиі шаршап, әлсіреп жүрген. Оған қоса мұрны қанап, талықсып ұйқықса беретін. Күйеуі Мақсат пен енесі балалары бірінен соң бірін қатар босанғандықтан әлсіреп жүрген болар деген. Бірақ олай еместігі дәрігердің тексеруінен соң анықталды. Ағзасында ауытқуларды сезсе де бой бермей жүрген Айман аққан диагнозын естіген соң өзін тастап жіберді. Жағдайы күрт нашарлап, емшектегі сәбиіне қарай алмады. Айдын өзінің ұлымен қоса әпкесінің де баласын емізеді. Мақсат жұмысынан сұрап, әйелінің жанына келді. Айманның сырқаты күн сайын дендеп, жеңіліп жатты. Аурудың соңғы сатысында білгендіктен ешбір шипа қонбай, ақыры сұмажал қара жерге тартып, Айман жан тәсілім етті. Қыршыннан қиылған қатыгез өмір-ай. Екі баласын Айдынға аманат еткендей. Сіңілсінің өзін іздеп келгенде қуанышы қойнына симағаны содан екен-ау. Қыңырлау күйеуінің, беймаза енесінің қырын қабағына қарамастан, балаларына аманат ететін адамды ойластырған екен. Төркіні жылап сықтап, қыздарын жоқтап үйіне келгенде Айдынды көріп таңданды. Себебі 4 жылдан бері қалай тұрмысқа рұқсатсыз шықты, сол бойы бұл қызды ұмытқан. Айман да 2 апта ішінде ешкімге Айдын туралы тіс жармап еді. Бір қызының өлігіне барып тұрып, бір қызының алдынан шыққанына таң қалысып, көрісіп жылап жатыр. Айдынды көрген туған әке шешесі алыстан ғана хал сұрасқандай бас изеді. Бірақ әлі де өкпелі. Ол жерде Айдынды талқылауға емес, Айманның жаназасына жиналған бір қауым төркіні қайғырып, жылап, еңіреп, қатал тағдырған алыды. Айманның 40 күндік асынан соң төркіні 2 баланы өздерімен әкетпек болғанда енесі қарсылық танытады. Емшектегі 8 айлық баланы енді ғана шүлдірлеп сөйлеп келе жатқан тұңғышы Айдынға бауыр басып қалады. Бұл жерде мені ештеңе ұстап тұрған жоқ. Мен сіздерге масыл болғым келмейді деген Айдынға қайта кіріптар болып тұрған Мақсат пен анасы үйлерінде қалуын өтінеді. Солайша екі жақтың рұқсатымен екеуінің некелерін қиып, ерлі зайыпты атанады. Айманның әке шешесінің де көңілі орнына түсіп, немерелер үшін қатты алаңдамайтын болды. Енесі Айдынды сабырлы, биязы мінезі үшін жақсы көре бастады. Араға жыл өткенде Мақсат пен сезімдері оянып, өмірлері гүлденіп, солған үміттері жандана бастады. Шынайы сезім мен бақытты Айдын осы шаңырақтан тапқандай. Әпкесінен туған балаларды шеттетпей, аманатқа қиянат жасамаған ол, бүгінде ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып отырған аяулы ана. Төркіні бірте-бірте өздері-ақ іздеп келіп, қыздарынан кешірім сұрағанымен, өмір өзі солай оның тағдырын реттегендей еді. Бәлкім ол алғашқы некесінде бата алмай, тентіреп, Айманға пана іздеп бармағанда, байғұс Айман жазылмас сырқатын біле тұра, балаларын аманаттайтын адам болмаса, мүмкін бәрі басқаша болар ма еді. Ал бұрынғы маскүнем күйеуінің әпкесі үйден қуып шығып, баласымен тентіреткен Айгүл қазір көше кезбесіне айналып кеткен деседі. Бауырымнан қалған үй деп, бұлдаған үйін қартаға айырбастап, берекесі қашып біткен екен. Бұл өмірде қанша адам болса, соншама тағдыр кездеседі демекші. Бір есік жабылса, келесі бір есік ашылады. Сондықтан тағдырдың дайындаған сынағына сынбай, мүмкіншілікті көре білген Айдынға Алланың шарапаты тиіп, үлгілі отбасының ұйытқысына айналып отырған жағдайы бар. Бұл оқиға шынайы өмірден алынған бір оқырман апаның бастан кешкендері екен. Батыр болса, дәрігерлер адам бола алмайды деген балақай қазір апталдай азамат болыпты. Ал ауруханаға бір пакет киім-кешекпен ыстық сорпа әкелген анасы екен. Сол кезде жасырынып келген анасы әкесінен тығылып, қызына ең болмаса ыстық тамағын ішкізгісі келгенін тапсықаннан соң ғана айтыпты.